Пока не родила один. Дархан мен Дарикорнның фолловерлері блогерлердің тұңғышын көруді асыға күткені рас. Сондықтан желі жұлдыздары Даниэлді 40-нан шығарғаннан кейін отбасылық фотосессия жасап, әсерлі суреттермен оқырмандарын қуантты. Дархан мен Дари болашақта ұлының танымал тұлға болуын қалайды екен. Желі жұлдыздары тіпті Даниэлға арнап Инстаграм ашып, жұлдыз жасамақ ниетте. Енді біз қазірден бастап оны түсіріп, бәріне көрсетіп жүргеннен кейін, мне кажется, медийный болғып, біз сондай болғаннан кейін баламыз да сондай болатын сияқты. Қылықтар шыға бастаған кезде, сол кезде ол сама собойға бір сөз айтқан кезде ол ашылады. 40-нан енді шыққан Даниэлға қазірден бастап жарнамалық ұсыныстар келіп жатқан көрінеді. Жұлдызы жұп ұлының бесіктен белі шықпай жатып, ақша тауып жатқанына қарсы емес сынды. Қалай айтсам бұл екен? Қазір айтам. 1 year later. Оны бір ақша табу мақсатында әлде басқа мақсатты ашпаймыз. Блогерлер ата-ана атанғаннан кейін өмірлері ғана емес, желідегі аудиториясының да өзгергенін айтады. Бала пайда болғалы бері ата-аналар көп бізге тіркеле бастады, өйткені көргісі келеді, білмеймін неге екені, бірақтан бізге жазады, баланы бүйтіп ұстаңдар, көмектеседі аудитория баланы өсіруге. Желідегі жазылушылардан бөлек жарнама берушілердің де бағыты өзгерген екен. Бұрын Дарикорнға киім дүкендері, косметика сатушылар хабарласса, қазір балаға арналған заттар, нәресте киімдері, сүт қоспасы, ойыншық сататын саудагерлер жиі жазады. Менде реклама, сейчас скажу, күлесіздер, мен колясканың бартырға алғам, реклама қалғам.